Қайырлы күн достар. Сіздермен бірге слушаш. Баршаңызды келе жатырған Әз-Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Соған орай сіздермен біздің үйдің наурыз көжесінің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көжеміз 7 түрлі тағамнан тұратын болады. Олар су, тұз, сүрленген жылқының еті, күріш, тары, мейіз және айран. Мен етін бөлек пісіріп алғанды жақсы көремін, сол себептен де етін бөлек пісіріп аламын. Осылай бөлек ыдысқа салып, отқа қойып қоямыз. Қайнап жатырған суымызға күрішімізді салып, күрішіміз піскенше қайнатып аламыз. Тары жылдан пісетін болғандықтан отты сөндіріп, тарыны салып қойып қоюға болады. Барлығын жақсылап суытып аламыз. Күрішіміз бен тарымыз қосылған суымыздың суығаннан кейін үстіне тұзын қосып, дәміне қарай оның үстіне етін салып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Міндетті түрде сүрленген етті қосамыз, сонда дәмді болады. Кейін мейіз саламыз. Егер сізге мейіз ұнамайтын болса, онда мейіздің орнына басқа нәрсе салсаңыздар болады. Ең соңынан айранды қосамыз. Айран неғұрлым көбірек болса, көжеміз соғұрлым дәмді болады. Сол себептен де айранды көбірек қосыңыздар. Міне көжеміз осылай болып шығады. Дәмі өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер дайындаған болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер, мені белгілеп. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз.